Алдыңызда екі препарат жатыр. Силденафил және тадалафил. Олардың біреуі 4 сағатқа, ал екіншісі 1 тәулікке жетеді. Бағасы шамамен бірдей, бірақ оның қайсысын таңдау керектігін әрбір ер адам біле бермейді. Дұрыс таңдау сіздің мүмкіндігіңізді арттырып қана қоймай, денсаулығыңызды сақтап та қалуы мүмкін. Сол себепті фармацевттер айта бермейтін құпияны ашып, дұрыс препаратты таңдап білуді мен сіздерге осы видеода айтамын. Менімен соңына дейін болыңыздар. Сіздермен дәрігер-уролог Мирас. Ең қарапайымнан бастайық. Эрекция дегеніміз не? Бұл күш туралы немесе жас туралы емес. Бұл организмдегі қам айналымы туралы. Қам қажетті жерге тез барып, ұзақ уақыт бойы сол жерде қалуы керек. Организмде бұл процеске жауап беретін кішкентай, бірақ өте маңызды ақуыз бар. Оны PDE5 немесе 5-ші типті фосфодиэстераза деп атайды. Оның жалғыз міндеті пайда болғаннан кейін қан тамырларының кеңею сигналын бұзу. Яғни бұл ақуыз қам айналымы организмде басталғаннан кейін оны жауып тастайды. Біз талқылап жатқан екі таблеткада дәл осы істі атқарады. Олар осы 5-ші типті фосфодиэстеразаны блоктайды. Егер 5-ші типті фосфодиэстераза блокталса, қам қажетті жерде қалады. Организм тамырлары қайтадан тарылмайды. Бірақ мына жер маңызды. Олар бұл ақуызды әртүрлі тәсілмен блоктайды, және бұл барлық процесті толығымен өзгертеді. Силденафилді дәрісін 1997 жылы ойлап табылған дәрі. Силденафил тез әсер етеді. 30 минуттан кейін ол организмге толық әсер ете бастайды, бірақ тез аяқталады. 3-4 сағаттан кейін оның әсері организмге жеткіліксіз болады. Неліктен дәл 4 сағат? Бұл организмнің препаратты іштей қаншалықты тез ыдырататынына байланысты. Бауыр тез жұмыс істейді, және зат организм жүйесінен бірнеше сағаттан кейін шығып кетеді. Сіз таблетканы қабылдайсыз, ол асқазанға түседі. Сонда оның қабығы бұзыла бастайды. Әрі қарай зат ішек қабырғалары арқылы қанға сіңеді. Бұл 20-30 минутта алады. Қанда силденафил 5-ші типті фосфодиэстераза молекулаларын тауып, оларды организмде мықтап блоктайды. Енді азот оксиді организм тамырларын еркін кеңейте алады. Қан ағып жатыр. Препарат қанда болғанша әсері сақталады, ал ол жерде бауырмен ыдырайды. Зиянды әсерлері ол тікелей 5-ші типті фосфодиэстеразаның тек қажетті жерде емес, басқа жерлерде де болуына байланысты. 5-ші типті фосфодиэстераза организмнің көз тамырларында бар. Сондықтан қызару және көру қабілетінің бұзылуы мүмкін. Силденафил организм тамырларындағы қысымды төмендетеді. Бұл нитраттармен бірге қабылдағанда қысымның қауіпті түрде төмендейтінін білдіреді. Бұл организм үшін басты қарсы көрсетілім. Нитраттар мен силденафилді ешқашан бірге қабылдауға болмайды. Бас ауруы, бас айналу, беттің қызаруы. Бұлардың барлығы организмнің осы препаратқа жиі реакциясы. Бірақ жағымсыз әсерлердің көпшілігі қабылдағаннан кейін бірнеше сағаттан кейін өздігінен өтіп кетеді. Тадалафил дәрісі туралы айтсақ, тадалафил де 5-ші типті фосфодиэстеразаны блоктайды. Бірақ ол организмде силденафилге қарағанда әлдеқайда ұзақ сақталады. Себебі оның молекуласы басқаша құрылған. Ол организм бауырмен баяуырақ ыдырайды. Тадалафилдің жартылай өмір сүру кезеңі шамамен 18 сағат. Бұл силденафилден 4 есе көп. Яғни, әсері таблетканы қабылдағаннан кейін 12-ден 24 сағатқа дейін созылуы мүмкін. Көптеген ер адамдар тадалафилді қабылдайды, және 1 тәуліктен кейін организм қайтадан толық жұмыс істейді. Бірақ тадалафилдің де организмнің әртүрлі мүшелеріне әсер ету тұрғысынан өз ерекшеліктері бар. Ол да организм тамырларындағы қысымды төмендетеді. Нитраттармен бірдей қауіп ол үшін де бар. Бірақ оны силденафилден ерекшелігі, тадалафил организмнің көзіне азырақ әсер етеді. Бірақ арқамен организм бұлшықеттерінде ауырсынуды тудыруы мүмкін. Бұл оның визиткасы. Неліктен арқа ауырады? Себебі 5-ші типті фосфодиэстераза біздің организмнің қаңқа бұлшықеттерінде де бар. Бұлшықеттердегі ақуызды блокталғандықтан уақытша босаңсу және ауырсыну дискомфорты туындайды. Қазір мен сізге бұл екі препараттың әсер ету айырмашылығын көрсетемін. Организмге сіңу жылдамдығы, организмге әсер ету уақыты, шығарылу жылдамдығы. Бұлардың барлығы әртүрлі. Силденафил тез басталу және тез аяқталу. Организм үшін нақты және болжамды нәтиже. Тадалафил баяу басталу, бірақ организмге ұзақ әсер ету. Организм препаратты ұзақ ұстайды. Силденафил кімге жақсырақ сәйкес келеді? Организмге әсері дәл қашан қажет екенін білетіндерге. 2 сағаттан кейін нәтиже керек екенін білесіз. Жарты сағат бұрын силденафилді алыңыз. Ойланғысы келмейтін адам тадалафилді күн сайын
әр тәулік сайын қабылдай алады. Организм қандағы препараттың тұрақты деңгейіне үйренеді, және бәрі тұрақты жұмыс істейді. Енді дозалар туралы. Бұл көптеген ер адамдар өз организммен жиі қателесетін жер. Силденафил организм үшін стандартты доза 50 мг. 100-ге дейін көтеруге болады. Көп болуы организм үшін жақсы дегенді білдірмейді. Организм тек өңдей алатын мөлшерді ғана қабылдайды. Тадалафил организм үшін стандартты доза 10 мг. Максимум 20 мг қабылдауға болады. Бұл екі препараттың сандарындағы айырмашылықты байқаңыз. Тадалафил 10 есе аз дозада жұмыс істейді. Бұл молекулалардың организмдегі рецепторлармен қалай әртүрлі әрекеттесетінін көрсетеді. Рецептор бұл организмдегі құлып сияқты. Препарат молекуласы кілт. Олар дәл келуі керек. Тадалафил 5-ші типті фосфодиэстеразаға жоғары аффиндікке ие. Ол организмде мықтап тұрады. Силденафилдің аффиндігі сәл төменірек, сондықтан доза жоғары, бірақ ол организмнен тез шығады. Түсіну үшін тағы бір маңызды сәт бар. Тамақ организмдегі препараттың жұмыс жылдамдығына әсер етеді. Силденафилді аш қарынға қабылдаған дұрыс. Майлар организмге сіңуін айтарлықтай баяулатады. Ал тадалафил бұл мәселеде тұрақтырақ. Тамақ оның организмдегі жұмысына дерлік әсер етпейді. Алкоголь. Егер сіз ішкен болсаңыз, екі препаратта қысымның төмендеуін күшейтеді. Организм екі затты бір уақытта қалыпты өңдей алмайды. Бұл оған тым көп жүктеме. Қысым төмендейді, бас айналады. Әлсіздік, естен тану. Бұл адам организмі үшін нақты қауіп. Сондықтан организм үшін қарапайым ереже. Алкоголь мен препараттардың кез келгеннің арасында кемінде 4 сағат. Енді көпшілік мүлдем білмейтін нәрсе туралы. Бұл препараттар эрекцияны өздігінен тудырмайды. Жоқ, олар жай ғана организмдегі блокты алып тастайды. Организм бастапқы сигналды беруі керек. Бұл қозу. Бұл сигналсыз қан керек жерге келмейді. Препарат тек денедегі табиғи реакциямен жұмыс істейді. Біз сіздің организміміз үшін екеуінің арасында қалай дұрыс таңдау жасау керектігіне келдік. Сонымен, екі препараттың организм ішінде қалай жұмыс істейтінін білесіз. Енді оларды егжей-тегжейлі салыстырайық. Таңдаудың бірінші критерийі әсер ету жылдамдығы. Организмнен тез нәтиже кімге керек? Силденафил таблетканы қабылдағаннан кейін 30 минуттан, максимум 1 сағаттан кейін организмге әсер етеді. Тадалафил баяуырақ жұмыс істей бастайды. Организмге толық әсер ету үшін 2 сағатқа дейін қажет болуы мүмкін. Екінші критерий – әсер ету ұзақтығы. Мұнда тадалафил силденафилді толығымен жеңеді. 12-24 сағатқа қарсы 3-4 сағат. Ер адамның организмі үшін айырмашылық үлкен. Үшінші критерий – организмнің әртүрлі жүйелері мен мүшелері тарапынан жағымсыз әсерлер. Көздер. Бұл силденафил организмді мазалайды. Арқа мен бұлшықеттер – бұл тадалафил. Бас екеуінен де ауырады. Төртінші критерий – тамақпен үйлесімділік. Тадалафил бұл мәселені организм үшін жақсырақ шешеді. Бесінші – бағасы. Екі препаратта қазір организм үшін генерикалық нұсқаларда қолжетімді. Қабылдаудың тағы бір нұсқасы бар. Тадалафилді күнделікті қолдану үшін кіші дозада, күніне 5 мг. Организм қандағы препараттың тұрақты төмен деңгейін алады. Бұл тәсілмен уақыт пен жоспарлау туралы ойланудың қажеті жоқ. Бәрі жай ғана жұмыс істейді. Бірақ организм үшін маңызды нюанс бар. Күнделікті қабылдау үшін дәрігерден организмді толық тексеруден өткізу қажет. Неліктен? Себебі 5-ші типті фосфодиэстераза үнемі блоктау бүкіл организмнің тамырларына, жүрекке, тамырларға, бүйрекке әсер етеді. Мұндай қабылдау режиміне дейін бәрін толық тексеру керек. Енді организммен және бұл препараттармен ешқандай жағдайда не істеуге болмайтын туралы. Силденафил мен тадалафилді бірге араластыруға болмайды. Ешқашан. Бұл адам организмі үшін өте қауіпті. 5-ші типті фосфодиэстеразаны Т2 есе блоктау бүкіл организм тамырларындағы қысымды қауіпті деңгейге дейін төмендетеді. Нәтижесі естен тану және бүкіл дене тамырларындағы қысымның бақыланбайтын төмендеуі. Жүрек аурулары кезінде дәрігер маманның рұқсатынсыз бұл препараттарды қолдануға болмайды. Егер сіз қысымнан нитраттарды қабылдасаңыз, екі препаратта сізге мүлдем тыйым салынған. Нитраттар да организм тамырларын кеңейтеді. Организм тамырлардың 2 есе кеңеюіне шыдамайды. Бұл препараттар мүлдем сәйкес келмейтін тағы біреулер бар. Организмнің көз аурулары бар адамдар. Ретинитис пигментоза. Бұл организмнің көру жасушалары қатты зақымдалған кезде. Силденафил көз жасушаларының бұзылуын тездетуі мүмкін. Көз организмі бұл жағдайда өте осал. Бүйрек пен бауырда үлкен рөл атқарады. Егер бұл мүшелер нашар жұмыс істесе, дозаны төмендетеді.
Организм қарапайым дозаны дұрыс өңдей алмайды, және ол тез жинақталады. Бұл препараттар себепті емес, симптомдық ем. Олар организмдегі қан айналымына көмектеседі, бірақ олар қан айналымының неліктен бұзылғанының себебін түсінбейді. Ал себептері әртүрлі болуы мүмкін, және олардың әрқайсысы организмге өзіндік жеке тәсілді талап етеді. Жоғары қысым, диабет, жоғары холестерин. Бұлардың барлығы организм тамырларына тікелей әсер етеді. Семіздік пен отырықшы өмір салты да әсер етеді. Тамырлар бітеледі, және қан жыл сайын нашар ағады. Холестеринге, қантқа, гормондарға талдау тапсырмыз, және организм тамырларын толық тексерміз. Өмір салтын қарапайым түзету бұл препараттарға деген қажеттілікті айтарлықтай төмендететіні анықталуы мүмкін. Енді организмнің бұл препараттарды ұзақ мерзімді қабылдауға қалай реакция береді, және үйреніп қалу әсері бар ма? Клиникалық түрде жоғалтпайды. Зерттеулер көрсеткендей, организм бір жылдан кейінде жауапты төмендетпейді. Бірақ маңызды бір нюанс бар. Кейбір ер адамдарда психологиялық тәуелділік дамуы мүмкін. Адам таблеткасыз организм өздігінен шеше алатынына сенуді тоқтатады және қорқа бастайды. Бұл организм туралы емес, бұл бас туралы. Бұл жерде басқа маман қажет. Тадалафилді күнделікті қабылдау уақыт өте келе, адам организмі тамырларының эндотелий қызметін қалпына келтіруі мүмкін. Яғни, тек әсер ету сәтінде көмектесіп қана қоймай, организм тамырларын іштен біртіндеп жөндейді. Бұл әлі мамандармен зерттелуде, бірақ деректер организмнің ұзақ мерзімді денсаулығы үшін үміт күттіреді. Айтылғандардың барлығын қорытындылайық. Организм үшін силденафилді таңдаған дұрыс па? Сіз организмнен нәтиже қашан қажет екенін білесіз. Сізде денсаулықта созылмалы күрделі проблемалар жоқ. Препаратты қабылдау уақытын бақылай аласыз. Силденафил бұл жағдайда сіздің ең жақсы нұсқаңыз. Тадалафилді қашан таңдау керек? Сіз күн сайын ештеңені жоспарламай, тұрақтылық пен тыныштықты қалайсыз. Қабылдау уақытын қателесу мүмкіндігі сізді мазалайды. Сіз ұмытып, бұл туралы ойламағанды жөн көресіз. Тадалафил бұл сіздің ең жақсы нұсқаңыз. Әсіресе 5 мг күнделікті доза. Көпшілігі білмейтін үшінші нұсқа да бар. Өмір салты мен препараттың тіркесімі. Спорт, қалыпты салмақ, темекі шегуден бас тарту және алкогольді шектеу организм тамырларының жұмысын жақсартады. Содан кейін препарат дозасы төмендеуі мүмкін. Немесе бір күні организм бұл тапсырманы өзі шеше бастаған түсінесіз. Бұл дене тапсырманы өзі шеше бастаған кездегі организм үшін ең жақсы сценарий. Есіңізде болсын, әрбір ағза бірегей. Біреуге өте жақсы сәйкес келетін нәрсе екінші ағзаға сәйкес келмеуі мүмкін. Сондықтан мен әрқашан дәрігерден бастаңыз деймін. Интернеттен емес, бостардан емес, дәрігерге қараудан бастаңыз. Тек дәрігер сіздің талдауларыңызды, қысымыңызды, организмнің күйін көріп, сізге не сәйкес келетінін айтады. Бұл әлсіздік емес, бұл өз ағзаға және денсаулығыңызға қамқорлық.